Мә, брат, қумаш, YouTube канал жүргізу оңай ғой дейсің ба? Оған бірінші қазір видео салатындай нормальный качествода камераң болу керек, петличка керек звук жазу үшін, штатив керек, сценарий жазуың керек. Вообще камераға сөйлеп үйрену керек қой. Ол да келмейді қолдан. YouTube канал жүргізу оңай емес үшін. Ал, болыпты жарайды. Камераны алдық. Петличка бар. Звук мощный. Енді бір сапалы дүние керек қой. Ертең трендқа шығатындай бір мощный. Тренд демекші не отыр көрейік. Ол еще маған айтады ғой, сен зорламақшы болыпсың ғой ол кісіні дейді. Құрметті көрермен, біз жарнамадан оралдық. Жарнама барысында жігіттердің арасында дау шулап кетті. Сондықтан Күннің бірі кеудесін аша алмайды біздің қоғамда. Неге сен омырауыңды аша бересің? Сен менің өміріме араласпа, мен сенің өміріне араласпаймын. Қанша адаммен төсекте жаттың осы уақытқа дейін? Ой, миллион рет. Салам алейкум, братва. Астана біздікі, наш. Астана наш. Всех за... Түр осындай нәрсе шығып жатыр ма не трендқа? Бопты. Давай көрейік. Өтіп кететін шығармыз, может. 2020 жыл. Күміс кнопка ойнап тұр. Берсем мынандай темамен.